Maria, бұл қандай дыбыс? Men bilmeymen. Kızlar, kayda bара жатырсыңдар? Жүзуге. Біз жүзсек бола ма? Мария мен Ева, 14 жасқа дейінгі балалар тек ата-аналарымен кіруге рұқсат етіледі. Ой, менде бір ой бар, Мария. Әкеңнен бізбен бірге жүзуге баруды сұрайық. Жарайды. Көрейік. Сәлем. Әрине, мен жасаймын. Әке, олар бізді сенсіз бассейнге кіргізбейді. Аға, жүріңіз, барайық. Қыздар, мен сендермен бара алмаймын. Менде шұғыл қоңырау бар. Сәлем, тыңдаймын. Қыздар, менде бір ой бар, мен сендерге арнайы бассейн жасаймын. Ой, керемет, рахмет. Жарайды. Барлық жастағы адамдарға арналған бассейн дайын. Бұл қалжың ба? Жақсы, мен жұмысқа қайта оралуым керек. Ләззат алыңыздар. Бұл менің өмірімдегі ең нашар бассейн. Қалжың емес. Бұл өте кішкентай. Әке. Әке, тезірек. Бұл бассейн жаман, ол өте кішкентай. Біз сол бассейнге барғымыз келеді. Бірақ Мария, Ева, сендер ол бассейнге тым жасыңдар. Бірақ әке, сенмен бірге біз бара аламыз. Менде бір ой бар, мен сендердің барлық қажеттіліктеріңе сай бассейн жасаймын. Жарай ма? Жарайды. Жаңа бассейн дайын. Жарайды, жұмысқа қайта оралу. Барыңдар. Жүріңдер. Мария, осы бассейнге бомба секіріс жасайықшы. Біз жасай алмаймыз, бұл бассейн оған тым кішкентай. Ең болмағанда аяқтарымызды бассейнге батырайық. Көрейік, мүмкін құтқарушы оянбайды. Су өте жылы. Кішкентай қыздарға аяқтарын батыруға рұқсат жоқ. Аймақтан дереу шығыңыздар. Әке. Көке. Шығыңыз. Жұмысыңызды аяқтадыңыз ба? Әлі жоқ. Тағы не керек? Біз бассейнге барамыз ба? Жоқ, қыздар, мен әлі жұмыс істеуім керек. Бірақ мен сендерге қызықты нәрсе жасаймын. Сонда сендер жалықпайсыңдар. Сендердің секіргіш үйлерің дайын, қыздар. Ой. Бұл керемет, бірақ біз әлі де сендермен уақыт өткізгіміз келеді. Үлкен бассейнде уақыт өткізу. Сендерде секіргіш үй бар кезде неге бассейн керек? Жақсы уақыт өткізіңдер. Ева, сен не істедің? Ой, әттеген-ай. Мен көрейін. Тағы да сендер ме? Мен сендерге қанша рет айттым? Үлкендерсіз балаларға рұқсат жоқ. Әке, олар бізді сенсіз бассейнге кіргізбейді. Аға, жүріңіз, барайық. Ей, бұл мен.
Олар жалғыз емес. Олар менімен бірге. Жарайды онда. Біздің бассейнге қош келдіңіздер. 1, 2, 3. Секіруге болмайды. Біз тек баспалдақпен түсеміз. Жарайды. Қыздар, мені жұмыстан шығарып алғандарыңа өте қуаныштымын. Сендермен бірге уақыт өткізу өте құнды. Су полициясы шырын сыққышта. Өте ыстық мен салқындауым керек. Ай, теңізші досым, ха-ха-ха. Көрейік. Я қазына, бұл керемет, ха-ха-ха. Ой жоқ, қарақшылар, көмектесіңдер. Маған сол қазына керек. Дабыл қарақшылар суда. Қарақшылар суда. Қозғалма, су сарайы келе жатыр. Су полициясы, көмектесіңдер. Сен қоршаудасың. Қарақшылар ешқашан жеңілмейді. Қазір тоқта, заңды бұзба. Қарақшыны тормен ұстайық. Тоқта. Ей серіктес, мынаны ал. Судан шық, сен басқыншы. Мені шығарыңдар. Сен қазір қамаудасың. Жоқ. Мені шығарыңдаршы, өтінемін. Көмегің үшін рахмет, су полициясы. Кешіріңіз, офицер, мені шығарыңдаршы. Акула. Су полициясы, көмектесіңдер. Дабыл. Суда акула. Не болды? Көмектесіңдер. Жүр. Су полициясы келе жатыр. Мынаны ал. Рахмет, офицер. Оқасы жоқ. Акула ұстау уақыты келді. Сені ұстадым, сен қазір қамаудасың. Бұл өте қызық. Назар аударыңдар, суда қауіп бар. Көмектесіңдер. Ой, жоқ. Су полициясы, көмектесіңдер. Менің дөңгелегім жарылды, көмектесіңдер. Сабыр сақта, су полициясы көмекке келе жатыр. Мотоцикліңді жөндеу үшін құралдарды қолдан. Болды, енді маған таспа керек. Рахмет, офицер.
zeriktirетін. Вау, жүрейік. Үйімде тесік бар, көмектесіңіздер. Үйім бұзылды, тесік бар. Рахмет, офицер. Оқасы жоқ. Меніңше, бұл су перісі істер. Су перісі, нағы су перісі, мұнда кел, сені ұстадым, мұнда кел. Сен қамауға алынды, түрмеге барасың, ханым. Судағы тәртіп ережелерін ешқашан бұзба. Ne deysiz? Uğrar. Qılmıskерlерді тоқтатыңдар. Сәлем. Біз кәк арнасынанбыз. Дайынсың ба? Иә. 3, 2, 1, секір. Жігіттер, біз Атлантисте әлемдегі ең жақсы аттракциондардың үйінде тұрмыз. Бүгін бүкіл күн ол тек біз үшін ашық. Біз кез келген аттракционды пайдалана аламыз, қалағаныңды істе. Өйткені бізге рұқсат етілген. Жалпы 100-ден астам аттракцион бар. Сонымен мен сіздерге бір сынақ дайындадым. Кім ең көп аттракционға мінеді? Мен. Әрине мен. Сен қатыспасаң да болады, себебі мен 100 сырғанаққа мінемін. Жоқ, мен. Барлығына ма? Жалпы 100 ма? Иә, Вау, сендер тіпті есісіңдер, кеттік. жүріңдер. Кім ең жақсы? Бұл аквапарк мен ойлағаннан үлкен болып шықты. Мен көбірек сырғанаққа баруға уақыт табу үшін көп жүгірдім. Басынан бастап қатты қорықтым. Ал менде көбірек ұпай бар, ха! Ой, жүріңдер, мен қорқып тұрмын, біреу маған көмектесіңдер. Бұл менің өмірімдегі ең жақсы күн. Бұл тапсырманы кім ойлап тапты? Мен осында тұрғанды жөн көремін. Меніңше, бұл аттракцион онша қорқынышты емес, тексерейік. Қайсысына барамыз? Гидраға барамыз ба? Гидра. Гидра, жарайды, жүріңдер. Жазылушылар, сіздер кім үшін көбірек алаңдайсыздар? Иван, Мария мен немесе анам, пікірлерде дауыс беріңіздер. Мен осындамын. Жарайды, дайынсың ба? Иә. Кім бірінші болады? Мен. Біз жасыл шамды күтіп тұрмыз. Жүріңдер. Біз жасадық, тағы бір сырғанақ. Біз алдымен көру үшін осындамыз. Аквапарк мүлдем бос болды. Және тек біз үшін 24 сағатқа ашық болды. Ой, жоқ, мен ол жаққа бармаймын. Жоқ, бұл ең қорқынышты. Ой, мен қатты қорқып тұрмын. Ой, жоқ. Қош бол, әке. Мен қатты қорқып тұрмын. Неге мен ең қорқынышты сырғанақты алдым? Ой, құдайым, неге? Енді, келесі.
Жоқ, істеме. Жарайды. Бұл өте қорқынышты болды. Келесі қайда барамыз? Толқынға мінеміз. Кайсерфинг. Міне осылай. Жүріңдер. Жүріңдер. Мен мұны бірінші рет жасап тұрмын. Серфинг арнайы кең тақталарда толқынға міну, толқынды ұстау керек. Мен бірінші рет тақтаға міндім, және меніңше мен жаман емеспін. Серфингтегі ресми рекорд толқында 3 сағат 55 минут екенін білдіңіз бе? Және ең үлкен толқын Аляскада тіркелген. Ол 524 метр биіктікте болған. Мен дайынмын. Жүріңдер. Айтпақшы, менің тағы бір қызықты фактым. Англиядағы Плимут университетінде серфинг бойынша бакалавр дәрежесін алуға болады. Бұл әлемде тағы 3 университетте ғана мүмкін. Меніңше, бүгіннен кейін мен бұл дәрежені оңай ала аламын. Мен керемет Калифорния серферімін. Fantastic. Енді менің кезегім. Маған ұнамады. Тақта үнемі сырғып кете. Шашыраған судан ештеңе көрінбейді. Жоқ, серфинг менің ісім емес, жігіттер. Менсіз жүріңдер. Бірде толқындар мені сырғанақтан алып кетті. Мен 1 минуттан аз уақыт тұрдым. Меніңше, Иван ең жақсы жасады, сондықтан ол ең көп ұпай алады. Жазылушылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Біздің арада кім ең жақсы серфер? Иван, Мария, әке немесе мен көбірек дауыс алған адам қосымша ұпай алады. Жақсы жұмыс. Енді мен сахналардан секіргім келеді. Мен де. Кеттік. Қорқып тұрсың ба? Жо. Жақсы. Кеттік. Қыздар сол жақта, ұлдар оң жақта. Жақсы. 3, 2, 1, кеттік. Бұл секіру маған 10 ұпай әкеледі. Үш, ек, бір. Су паркі аумағында Аббасабад лагунында 65,000-нан астам теңіз тұрғындары бар. Бұл керемет, өте жақын. Қандай ұзын құйрық. Ол күліп тұр, қарашы, ол күліп тұр. Біздің саяхатымыз жалғасуда. Келесі қадам акулалармен серуендеу. Қорқып тұрмын, иә менде. Мен бұған тым кәрімін. Мен шаршадым. Бірақ бұл толықтай қауіпсіз. Барлығы шынның артында болады. Бірақ өте жақын. Мұндай сәттерде мен нағыз ертегідемін деп ойлаймын. Акулалар, сәулелер, түрлі түсті балықтар, бәрі қол созым жерде. Мен мұны бұрын соңды көрмегенмін. Керемет екен. Онда көп акулалар бар. Әке қайда? Мен мұндамын. Кеттік. Кеттік. Бұл жолы Мария бізбен бірге түсуге шешім қабылдады. Бұл бізге бәрімізге ұпай әкеледі деген сөз. Жоқ, күте тұр, мен жеңгім келеді. Маған көбірек ұпай бер. Жігіттер, бұл таяу шығыстағы ең биік сырғанақ. Шамамен 40 метр ұзындықта. Кім барады? Сен. Мен. Тек мен бе? Я. Ал сен ше? Кеттік. Абайла. Кеттік, анашым. Сонда кездесеміз. Әрине, ең қорқынышты сырғанақты кім алады? Әрине, әке. Әке осында болды. Жақсы, кеттік. Салмақты тексеру. Жасыл жарық. Біз өтеміз. Кеттік.
Жоқ, күте тұр, мен ойымды өзгерттім, тоқта. Олар да есептеледі. Иә, Кеттік. Плюс 1. Иван, бұл сырғанақ емес. Бірақ бұл серуен. Урар, жоғарыға шығайық. +1. Бұл су шелегі. Бірақ қашан? +1. +1. Осы сырғанаққа барайықшы. Жоқ, мен бармаймын, бұл тек балаларға арналған. Жақсы, мен үшін. 1. +1. +1. Сен осы сырғанақтарға барасың ба? Иә, Бұл да саналады. иә. Жақсы, кеттік. Мен сол жаққа бара аламын ба? Ой, жоқ, биіктік шектеулері. Менде бір ой бар. Мені тыңда. Жақсы, біз бұл төбеге міндетті түрде шыға аламыз. Қарашы, біз өте кішкентаймыз. Енді мен бара аламын ба? Жоқ. Жақсы. Бізде басқа да керемет сырғанақтар бар. Қараңдар балалар, мұнда шамамен 23 аттракцион бар. Бірақ олардың көпшілігі тек балаларға арналған. Бірақ біз көре аламыз. Кеттік. Мен бұл сынақты міндетті түр жеңемін. +1. Жоқ, мен. Жоқ, мен үлкенмін әрі жылдамырақпын. Менің икемділігім көбірек. Жақсы, оны көрерміз, мен көбірек сырғанаққа түсемін. Анам мен әкем міндетті түрде артта қалды. Отбасылық көңіл көтеру, барлығы ұпай алды. Меніңше, харизма үшін ұпай қосу керек. Әрине, әкем ең қорқынышты сырғанақтарды алады. Ол қатты қорқып қалды. О, мен тағы біреуін таптым. Кеттік. Мынау ма? О, жігіттер, кім келеді? Сен және сен. Қайсысын таңдайсың? Күлгін. Қызыл. Сен қызылсың, кеттік. Вау. Енді біз дайынбыз. Жоқ, бұл тек кішкентайларға арналған. Иә, мен балаларға арналған сырғанаққа барамын. +1. Көмектесейін, ой, кешір. Сен ештеңе көрген жоқсың. Біздің арнамызға лайк басып жазылыңыз. Тасалау. +1. Ұлдар қарсы қыздар. Біз жеңдік. +1. Жоқ, біз жеңдік. +1. Вау, қандай кереметсің бұл. Бұл сырғанақ үшін бізге кішкентай балалар керек. Келесі жолы Алекс пен Дашаны өзімізбен аламыз. Бұл да дұрыс па? Сіздер қалай ойлайсыздар? Жазылушылар, +1. +1. Мынаны көрдің бе? Жоғарыда сен бара алмайсың. Бұл жерде төменде болғанда сен бара аласың. Мен қорқып тұрмын. Жоқ, саған баруға рұқсат жоқ. Кеттік.
1, 2, 3 кеттік. Көп сырғанақтар, мен өте алмаймын. Мен бұл сынақты жоғалтамын, жарайды. Кегш жазылыңыз. Сынақ жасайық. Кім бірінші барады? Мен. Мен. Жарайды, сен барасың. Алдымен балалар. 1, 2, 3 кеттік. 3 метр биіктікте аяқталады. Мен оны қалай айту керектігін білмеймін. Бірақ кейде өзіңе бала болуға, сәтте болуға, өзіңді сынауға, отбасыңа жақын болуға мүмкіндік беру өте маңызды. Қуаныңыз, күлімдеңіз, күліңіз және сүйіңіз. Біздің өміріміз осындай сәттерден тұрады. Оны тек жарқын эмоциялармен толтырыңыз. Мен тіпті осы сырғанақ үшін ұпайымды Марияға оның әдемі күлкісі үшін беруге дайынмын. Иванға батылдығы үшін. Ал анама оның сұлулығы үшін. Ал мен жазылушылардан ұпай алдым, өйткені мен ең жақсы комментатормын. Бұл өзен туралы не айтасыз, жігіттер? Бұл дұрыс па? Мен келісемін. Біз дайынбыз, кеттік. Бұл сырғанақ қанша уақыт деп ойлайсың? 5, 10, әлде 20 ма? 0. Неге 0? Бұл ұзақ, қызықты. Бұл суға малынған. Сонда бұл 3. Бұл 3. Вау, өте қызықты. О, Иван. Қыздар ұйықтап қалуға жақын. Олар барлық қызықты нәрсені өткізіп алады. Мен ештеңе өткізіп жатқан жоқпын. Гра! Меніңше біз осы сарқырамаларға тағы бір ұпай қоса аламыз. Бірақ кім жеңді? Нәтижелерді тексерейік. Жеңімпаз Иван. Ал басты сыйлық. Не деп ойлайсың? Бургер? Жоқ. Милкшейк? Жоқ. 1 метрлік хот-дог. Бұл сыйлық ұнай ма? Сен мұны бәрін жеуің керек. Бұл сыйлық емес, жазалау сияқты. Мен оны сенімен бөлісемін. Рахмет, дәмді ме екен? Бұл бейнені лайктап, Гүрәк арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Қош болыңыз.